өзін өзі дамыту бағытындағы кезекті видео сабағымыздың тақырыбы табысқа жетудің кілті деп аталады. Қазақ тілді аудиторияның арасында өзін өзі дамытуға байланысты соншалықты бір қазақ тіліндегі видео сабақтар оншалықты көп емес. Бірақ соның өзінде де мысалы әлеуметтік желілерде осындай ақыл айтқыш, құрғақ сөз айтқыш, пәлсапа соғатын адамдар көбейіп бара жатыр. Мынадай жасап табысқа жетесің, нәтижеге жетесің, бақуатты боласың деп құрғақ ақыл айтатындар көп деген реніштер айтылып жатыр. Бұл пікірге өз басым қосыла қоймай, өйткені өзіндік даму, өзін өзі жетілдіру деген сала қазір үлкен бір ғылымның бір саласына айналды. Осыдан 100 жыл бұрын Наполеон Хиллдің ақыл менен ақша тап, думай и богатей деген орысша аударылды. Сол кітабы шыққаннан кейін осы салада көптеген кітаптар жазылды, осы салада көптеген видео сабақтар түсірілді, осы саланың мықты білгір көптеген мамандары шықты. Осы саланың мамандарының ақылдарын, кеңестерін тыңдап, нақты өмірде нәтижеге жеткен адамдардың саны жыл өткен сайын көбейіп бара жатыр. Әсіресе бұл Ресейге өте қатты дамып кетті қазір. Қазақ тілінде аудиторияда бұл жоқтың қасы, сондықтан болар бұған сенімсіздік көп. Мен өз басым бұндай өзін өзі жетілдіруге байланысты видео сабақтарды түсіргенде осы салада нақты нәтижеге жеткен, табысқа жеткен, осы саланың білікті, білгір сарапшыларының жаңағы сабақтарын басшылыққа алып, негізге алып түсіру. Бүгінгі табысқа жетудің кілті деп аталатын сабақта мен ресейлік MLM бизнесмен, осы салада көп нәтижеге жеткен, Ресейде өте танымал тұлға Роман Василенконың сол бір сабақтарын, түсініктерін негізге алып түсіріп отырмын видеоны. Роман Василенконың айтуынша, сәттілік дегеніміз сәтсіздіктер тізбесінің ең соңғы буыны. Яғни айтқанда, сәттілік дегеніміз бұл бірден бола салатын нәрсе емес. Сіз бір рет әрекет жасайсыз, мінекей мынау сіздерде алдыңызда тұр, көрініп тұр, мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не айтқанда, бұл баспалдақ әрбір адамның жасаған әрекеті. Сіз бір өзіңіздің алдыңызға мақсат қойдыңыз, сол мақсатқа жетемін деп талпындыңыз, әрекет жасадыңыз. Бірінші жасаған әрекетіңіз сәтсіздікпен аяқталды. Бірақ сіз тоқтаған жоқсыз, тағы да әрекет жасадыңыз. Тағы да сіз сәтсіздікке ұшырадыңыз. Тағы да сәтсіздікке ұшырадыңыз. Осылай сәтсіздік жалғасып кетті, ең соңында сіздің жасаған әрекетіңіз сәттілікпен аяқталады. Яғни айтқанда, сәттілік дегеніміз сәтсіздіктер тізбесінің ең соңғы буыны дейді. Сәтсіздік деген, мысалы көп адамдар сәтсіздіктен қорқады. Жеңіске жетіп жүрген, нәтижеге жетіп жүрген адамдардың, табысқа жетіп жүрген адамдардың пікірлеріне құлақ асатын болсақ, сәтсіздік дегеніміз бұл мұғалім сияқты, ұстаз сияқты. Не айтқанда, сіз сол сәтсіздіктерден сабақ алып, келесі жолы оны қайталамай, келесі жолы одан сайын құлшынып, өзіңіздің алған мақсатыңызға жетуге ұмтылып, қателіктерден азайтып, дұрыс бағытқа жүзіңізді бұратын боласыз. Сөйтіп, ақырын алға жылжып отырып, құлайсыз, сүрінесіз, мұрныңызды қанатуыңыз мүмкін, тісіңізді сындыруыңыз мүмкін, шекеңізді ісіруіңіз мүмкін, бірақ соның бәріне қарамастан, сіз қанша құласаңыз да орныңыздан тұруға, қайта тұруға күш-жігер тауып, алға жылжып отырып, ең соңында нәтижеге жетесіз. Яғни айтқанда, сәттілік дегеніміз табысқа жетудің кілті осы табандылықта, ерік-жігерде. Роман Василенконың сөзіне қарағанда осылай. Ал енді көп адамдар, енді өкінішке орай бұндай табандылық деген қасиет, ерік-жігер деген қасиет көп адамдардың бойына табыла бермейді. Бір рет, екі рет сәтсіздікке ұшырағаннан кейін бәрін тастап, бұл менің жолым емес екен деп қоя салады. Сөйтіп, ол адамдар өздерінің болашақтарына өздері балта шабады. Енді сәтсіздік дегеніміз не нәрсе? Сәтсіздіктен көп адамдар қорқады. Неге қорқады? Табысқа жетіп жүрген адамдар, мысалы Роман Василенконың сөзіне назар аударып қарайтын болсақ, ол айтады,
сәтсіздік дегенімізді ұстаз дейді. Одан қорқудың қажеті жоқ дейді. Ол дұшпан емес, сенің жауың емес дейді. Сәтсіздіктен де адам пайда табады. Сәтсіздіктен бірінші мынау сәтсіздіктен адам не үшін қорқады? Сәтсіздікте ұшыраған кезде көп адамда, мысалы сіз ақша салып сәтсіздікке ұшырадыңыз. Сіз неден айырыласыз? Бірінші ақшаңыздан айырыласыз, салған ақшаңыздан. Екінші, көп уақытыңызды жоғалтасыз. Үшінші, біраз күш қуатыңыздан айырыласыз. Жүйкеңізді жұқартасыз. Қиналасыз. Бұл сіздің жоғалтатындарыңыз. Бірақ сол сәтсіздіктен де пайда табуға болады дейді. Жоғалтқандарыңызбен бірге пайда табуға болады. Бұл бірінші, сіз сәтсіздіктен, қателігіңізден сабақ аласыз. Не айтқанда, сіз қателік жібердіңіз, соның кесірінен сәтсіздікке ұшырадыңыз. Содан кейін сіз қателіктен сабақ алып, екіншідей ондай қателікке бой алдырмайтын боласыз. Бұл бірінші пайдасы. Екінші, сіз тәжірибе жинақтайсыз. Тәжірибе аласыз. Не айтқанда, қандай жобаларға қатысуға болады, қандай жобаларға қатысуға болмайды. Қандай жобалар алаяқтық жобалар, сенімсіз жобалар, қандай жобалар сенім туғызатын жобалар. Осыны сіз айыратын боласыз. Ақырын. Не айтқанда, сіздің жасаған сәтсіздігіңіз сізге түгелдей жаңағы бәрінен айырылып қалып, жаңағы жоғалтатын нәрсе болған жоқ. Сонымен бірге сізге сәтсіздігіңіз пайда да әкелді, пайда түсірді. Сәтсіздіктен де бірдеңе табуға болады. Айтқанда, екі түрлі нәрсе табуға болады. Білім мен тәжірибе алуға болады сәтсіздіктен. Енді көп адамдар мысалы сәтсіздіктен қорқып, жаңағындай әрекет жасауға бармай жатады. Әрекеттен бас тартып жатады. Егер сіз әрекеттен мүлде бас тартсаңыз, сіз не ұтасыз? Мысалы, сіз бір жобаға шақырды дейік. Бұл жобаға сіз ақша саласыз, айналысасыз, сондай бір табысқа жетесіз деген жаңағы ұсыныстар айтылды. Мен өзім MLM бизнеспен айналысқандықтан көп адамдарды шақырып жүрмін. Әртүрлі жобаларға көп адамдар сенімсіз танытып жатады. Маған тіптен WhatsApp-пен хаттар келіп жатады. Бұл алаяқтық жоба, сіз адамдарды алдайсыз, неге алдайсыз деген сияқты. Ол жобаға қатысқан жоқ, ол жобаны білмейді де, бірақ соған қарамастан әлгі адамдар өздерінің санасына сіңіріп алған, бұлардың бәрі алаяқтық дегенді санаға сіңіріп алған. Өйткені ол адам ешқандай ондай жобаға қатысып, ешқандай сәтсіздікке ұрынып, немесе бірдеңе болмаса да, көрмесе де. Мысалы, біреулердің естігеннен кейін сондай жасайды. Кейбіреулер, мысалы, бір рет, екі рет жаңа қатысып, сәтсіздікке ұшырайды да, содан кейін бұның бәрі алаяқтық деп күдерін үзіп қояды. Сосын ондай жобаға шақырған адамдарды көрсе, бір жау көрген сияқты, алаяқ қылмыскер көрген сияқты жеккөрінішпен қарай бастайды. Жарайды, сіз енді әрекеттен бас тарттыңыз, мүлдем бас тартасыз. Сіз не ұтасыз? Әрекеттен бас тарту сізді барлық мүмкіндіктеріңізден айырады. Мысалы, сіз әлгіндей жобаға қатысатын болсаңыз, сіз мүмкіндік аласыз. Сәтсіздікке ұшырап, ақшаңыздан, уақытыңыздан, күш қуатыңыздан айырылуыңыз мүмкін. Бірақ сонымен бірге сіз білім мен тәжірибе аласыз. Не айтқанда, сіздің жасаған әрекетіңіз далаға кетпейді. Не айтқанда, сіз бір әрекет жасадыңыз, сәтсіздікке ұшырадыңыз, білім мен тәжірибе алдыңыз. Келесі әрекет жасадыңыз, тағы сәтсіздікке ұшырадыңыз, тағы білім мен жаңағы тәжірибе жинақтадыңыз. Сөйтіп, білім мен тәжірибеңіз көбейіп, ақырында сіз қателікке бой алдырмайтын сенімді жобаларға қатысатын боласыз. Және сол жобалар арқылы қалай ақша табуға болатын әдіс тәсілдерді меңгересіз, үйренесіз. Сөйтіп, ақыр соңында нәтижеге жетесіз. Ал енді әрекеттен мүлдем бас тартқан адам өзінің болашағына өзі балта шауып тастаған сияқты болады. Ондай адамда ешқандай мүмкіндік болмайды. Ол адам енді Алланың берген несібесін қанағат қылып, жалақысын қанағат қылып, соныменен бір жалақыдан екінші жалақыға дейін әйтеуір қалт-құлт етіп, қарыз алып, немесе кредит алып, сонымен өмір сүруге тура келетін болады.
басқа онда амал болмайды. Ал енді әрекет жасаған адам, әрекеттен бас тартқан адам, сәтсіздіктен қорықпайтын адам, сол адам ғана нәтижеге жете алады. Не айтқанда, табысқа жетудің ең басты кілті дейді Роман Василенко айтады, бұл сәтсіздіктен қорықпау, қателіктен қорықпау, әрекет жасау, табанды болу, алға ұмтылу. Қандай жағдайда да тоқтамай алға ұмтылу. Не айтқанда, сәттілік дегеніміз сәтсіздік тізбесінің ең соңғы буыны. Осыны есте сақтау керек. Осыны түсінген адам ешқашанда сәтсіздіктен қорықпайды, әрекет жасаудан қорықпайды. Ол қандай әрекетті де жасауға тәуекел етіп, соған ұмтылып тұрады, құлшынып тұрады. Ал енді сәтсіздіктен қорқатын адам, ол адам барлық әрекеттен бас тартады да өзінің болашағын өзінің қолымен жояды, құртады. Ондай ол адамда ешқандай мүмкіндік болмайды. Бұл екі жолдың қайсысын таңдау әрине әр адамның өзінің еркіндегі шаруа. Егер сіз осы видеодан бір пайдалы ақпарат алған болсаңыз, лайк басып немесе өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз.